келдіңіздер. Біздің кезек сабағымыз көп мүшелер және олардың түбірлері. Көп мүшенің түбіріне байланысты маңызды теоремалардың біреуі безу теоремасы. Безу теоремасы ол e под x көп мүшесін x минус a екі мүшесіне бөлгенде e под a-ға тең қалдық қалады деген осындай жалпы теорема. Бұл теореманы біз дәлелдейік. Жалпы e под x көп мүшесін есептің шартын біз e под x көп мүшесі, оны біз x минус a-ға бөлеміз. Осы кезде g от x деген көп мүшеден тиіп, қалдық қалу керек e под a-ға тең деген. Осындай теореманы біз айтып отырмыз. Енді бұны дәлелдеу керек. Бұл жерде біз e под x-тің орнына біз a-ны беріп көрейік. X тең a дейміз. Сонда бізде e под a тең a минус a көбейтілген g от x. Бұл жерде біз e под a-ға тең екеніне көз жеткізуіміз керек. Қалдық қандай бір тұрақты сан түрінде аламыз, бұны дәлелдеуге тиісті. R деп алайық. Біз бұл жерде көп мүшелікті x минус a деген бірінші дәрежелі көп мүшелікке бөліп жатқандықтан, онда қалдық тұрақты сан болатын түсінікті. 0-ші дәрежелі қалдық қалу керек. Олай болса біз мынадан плюс R болады деген сөз. Енді мұнда a минус a дегеніміз тең 0. Сондықтан бірінші қосылғыш 0-ға тең болады да, жаңағы R тең e под a болатын шығады. Немесе жаңағы x минус a-ға бөлгендегі қалдық e под a-ға тең болатын. Енді R-дің орнына e под a-ға қоятын болсақ, кез келген көп мүшелік үшін мынандай маңызды теңдік орындалатын болады. X минус a көбейтілген g от x тең плюс e под a деген. A деген теңдік орындалады екен. Бұдан біз егер a деген сан көп мүшеліктің түбірі болатын болса, онда бұл көп мүшелік x минус a-ға бөлінетін тағы да шығарып алуымызға болады бұл теңдіктен. Мысалы, бізде e под x көп мүшелігінің түбірі a болсын. Бұның түбірі x тең a болса. Бұл не деген сөз дегенде e под a тең түбірі болу деген сөз, сол көп мүшеліктің мәнін 0-ға айналдырады деген сөз. e под a тең a болады. Сондықтан жоғары теңдеудегі жаңағы e под a-ның орнына бұл жерде 0 қойылады деген сөз. Сол кезде бізге жоғары теңдігіміз e под x тең
x минус a g от x түріне келеді деген сөз. Бұл деген сөз x тең a төбір болған жағдайда, x тең a мына шарт қанағаттандырып тұратын болса, немесе берілген көпмүшеліктің төбірі болса, онда e под x көпмүшелігі x минус a-ға бүтіндей бөлінеді деген маңызды қорытындыны бізге беріп отыр. Онда e под x-a бөлінеді x минус a-ға деген қорытынды. Бұл жаңа безу теоремасынан шығып отырған теңдеу көпмүшеліктің түбіріне байланысты маңызды қорытынды болады. Есепке келейік. Көпмүшеге қалдықпен бөліңдер дейді. Бұл жерде x4 дәреже плюс x квадрат плюс 1 деген 4-ші дәрежелі көпмүше беріліп отыр. Оны x плюс 5-ке бөлуіміз керек. Біз x плюс 5-ті тең x минус 5 түріне келтіреміз. Немесе біздегі безу теоремасындағы a-ның орнында минус 5 түр деген сөз. A-ның орнында минус 5 түр. Безу теоремасына бойынша x минус 5-ке көпмүшені бөлгенде шығатын қалдық. Ол жаңағы қалдық e под минус 5-ке тең болуға тиісті. Бұл жерде біздегі e под x деген көпмүшелігіміз e под x тең x4 дәреже плюс x квадрат плюс 1-ге тең. Енді біз e под минус 5-ті табуға тиістіміз. e под минус 5 тең минус 5-тің 4 дәрежесі плюс минус 5-тің квадраты плюс 1 болады. Минус 5-тің 4 дәрежесі дегеніміз 625 қосу 25 қосу 1 тең 650 1 болуға тиісті екен қалдық x плюс 5-ке бөлгенде. Бұны біз жаңағы бөлмей осындай қалдық болуға тиісті дегенді безу теоремасын пайдаланып есептеп отырмыз. Енді біз осыған жаңағы бөлу арқылы көз жеткізейік. Бұл жерде біз көпмүшені көпмүшеге жаңағы бағандап бөлу арқылы бөлуге болатынына көз жеткіземіз. x плюс 5-ке бөлеміз. A-ға мүше шығатындай етіп жүрге бөліндіні есептейміз. Сондықтан x кубтан береміз. Өйткені x куб пен x-ті көбейткенде x 4 дәреже шығуға тиісті. Плюс 5 x куб болады. Азайтамыз. x4 пен x4 жойылып кетеді. Минус 5 x куб плюс x квадрат түсіреміз бұл жерде. Енді біз минус 5x куб шығатындай етіп береміз бұл жерге. Минус 5x квадраттан берсек, минус 5x квадрат пен x-ті көбейткенде минус 5x куб шығады. Минус 5x квадрат пенен 5-ті көбейтеміз. Минус 25x квадрат болады. Азайтамыз. Минус 5x кубтар жойылады. X квадрат минус 25x квадрат ол плюс болып қосылады. Бұл жерде 26x квадрат болу керек. Енді біз плюс 1-де түсіреміз. 26x квадрат болу үшін біз плюс 26x-тен береміз. Сонда 26x квадрат плюс 130x болады. Азайтамыз. Минус 130
30x плюс 1 болады. Енді біз ары қарай минус 132 шығатындай етіп, жүрге минус 130-дан береміз. Минус 130-дан берген кезде минус 130x минус 650. 650 болады. Азайтсақ, екеуі жойылады да, минус 1 минус 650. Ол плюс 651 деген қалдық қалатыны тағы да дәлелденіп шықты. Жоғарыдағы біз айтқан есептеуіміз бойынша нәтижеміз дұрыс екен. Сонда біз x4 дәреже плюс x квадрат плюс 1-ді x плюс 5-ке бөлгенде мынандай куб 4 мүшеліктен тиеді және 651 қалдық қалады деген сөз. Бұл есептің нәтижесі бойынша біз мынандай қорытындыға келеміз. x4 дәреже плюс x квадрат плюс 1 дегеніміз тең. Біз x плюс 5-ке бөлсек, x куб минус 5x квадрат плюс 26x минус 130-дан тиетті 651 қалдық қалады деген. Андай теңдікке біз қол жеткізіп отырмыз деген сөз. Көп мүшені көп мүшеге қалдықпен бөліңдер дейді. Бұл жерде x куб плюс x плюс 1-ге бөлге отырғандықтан біз безу теоремасын керектен алмаймыз. Сондықтан x жеті минус 1-ді тура бөлеміз. x куб плюс x плюс 1-ге. x 7 дәреже шығатындай етіп, x4-тен береміз, көбейтеміз. x7 плюс x5 плюс x4 дәреже болады. x4 пен x кубты, x-ті 1-ді көбейтіп, мұнда түсірдік. Азайтамыз. Минус x5 дәреже, минус x4 дәреже. Минус 1 жерге түседі. Енді минус x5 дәреже шығатындай етіп, берсек ол минус x квадраттан беруге тура келеді. Минус x квадраттан берсек, минус x5 дәреже, минус x куб, минус x куб, минус x квадрат болады. Азайтамыз. Үш мүшеліктен үш мүшелікті азайтып жатырмыз. Бұл жерде минус x5 дәреже, минус x5 дәреже жойылып кетеді. Жоғарыда да x7 мен жойылып кеткен болатын. Аға мүше минус x4 дәреже болады. Одан кейін минус плюс x куб. Плюс x куб болады. Бұл жерде минус плюс x квадрат болады. Минус 1 келеді. Енді минус x4 дәреже шығатындай етіп береміз. Ол үшін минус x-тен береміз. Минус x пен x кубты көбейтеміз. Минус x4 дәреже. Минус x пен x көбейтеміз. Минус x квадрат. Минус x пен 1-ді көбейтеміз. Минус x болады. Азайтамыз. Екеуі жойылады. X куб өзі түседі. X квадрат минус x квадрат дегеніміз қосылады. Плюс x квадрат болып, плюс 2 x квадрат болады. 2x квадрат. Және мұнда минус плюс болып келеді. Плюс 2 минус 1. Енді x куб шығатындай болу үшін біз 1-ден беруіміз керек. Сонда бұдан азайтылады. X куб плюс 2 плюс 1-дің өзі азайтылады. Сонда x куб минус x куб 2 кетеді азайтылып.
2х квадрат қалады, 2х квадрат. Бұл жерде x'тен x азайтылады. Бұл екеуі жойылып кетті. -1, -1 ол -2 болады. Бұл қалдық деп есептелінеді. Себебі біз 3-ші дәрежелі көп мүшелікке бөліп отырмыз. 2-ші дәрежелі 2 мүше шыққандықтан бұл қалдық. Бұл жерде біз қандай нәтиже алдық десек, сонда x 7 - 1 тең болады. X куб плюс x плюс 1-ге бөлгенде жаңағы мына 4 мүшелік шығады деген сөз. X 4 минус x квадрат минус x плюс 1 шығады, қалдық плюс 2x квадрат минус 2 болады деген сөз. Осындай теңдікке қол жеткіздік. Екінші есеп, көп мүшелердің бүтін түбірлерін тауып оларды көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Бұл жерде жаңағы безу теоремасы бойынша, егер қандай бір сан көп мүшенің түбірі болатын болса, а саны, онда сол көп мүшел x минус аға бөлінеді дегенді пайдаланымыз керек. Бұл жерде біз x-тің қандай бір түбірін тауып алуды мақсат етеміз. Алдымен бұл жерде x-тің орнына, егер бүтін түбірі болса бұл теңдеудің, онда біз алтының бөлгіштері болу керек. Бос мүшенің бөлгіштері болу керек. Алдымен бүтін түбірі бар ма жоқ па деген тексереміз. Алтының бөлгіштері мысалында 1 және -1. Бұл жерде x-тің орнына 1-ді қойсақ, онда ол тең шықпайды. X-тің орнына -1-ді қойсақ, ол 0-ға айланып жатыр мұнда. -1-дің кубы -7 көбейтілген -1 -6. Бұл дегеніміз тең -1 плюс 7 -6 тең 0. Сонда x тең -1 дегеніміз берілген куб үш мүшеліктің түбірі болды деген сөз. Түбірі болғандықтан безу теоремасы бойынша, безу теоремасының салдар бойынша, салдар теоремасы бойынша x куб минус 7x минус 6 бөлінеді бүтіндей. x минус -1 немесе x плюс 1-ге бөлінеді деген сөз. Енді бұны бөле салсақ, ар жағында қалдықсыз бөліп тұру керек. X квадраттан береміз. X куб плюс X квадрат азайтамыз. X кубтар жойылып кетеді. Минус X квадрат болады. Минус X квадрат минус 7X-ті түсіреміз. Енді минус X квадрат шығу үшін минус X-тен береміз. Минус X квадрат минус X. Азайтамыз. X квадратпен кетеді. Минус 7X-тен минус плюс X болады. Бұл жерде минус 6X. Минус 6-ны түсіреміз. Бұл жерде минус 6-тан берсек, минус 6X минус 6 деп бүтінде бөлініп жатыр. Сонда біз X куб, X плюс 1 менен X квадрат минус X минус 6-ның көбейтіндісіне тең екендерін дедік. Енді біз x квадрат минус x минус 6-ны көбейткіштерге жіктеуге v теоремасын пайдалана саламыз керек, квадрат мүшелік. Бұл жерде x-тің коэффициенті -1, -1 дегеніміз -3 плюс 2. Сонда -1 тең -3 плюс 2. Ал -6 дегеніміз тең -3 көбейту 2. Сонда бұл жерде тең бұл квадрат мүшеліктің түбірлері -3 пен 2 болатыны көрініп жатыр. Сондықтан біз бұл квадрат үш мүшелікті квадрат мүшеліктерді көбейткіштерге жіктеу формуласын пайдалана отырып, x минус 3 x плюс 2-ні көбейтіндісіне жіктейміз.
Бұл жерде минус. Бұл минусы таңба 2-ге келу керек екен. Сонда берілген көпмүшелік мынандай түрде көбейткіштерге жіктелініп отыр. X куб минус 7x минус 6 тең. Алдымен x плюс 1-ге бөлінді бұл. Одан кейін шыққан квадрат үш мүшелікті біз мына түрде көбейткіштерге жіктедік. X минус 3, x плюс 2 түрінде. Есептің жауабы. Енді келесі көпмүшелікті көбейткіштерге жіктеуге назар аударайық. Бұл жерде бүтін түбірді қарастырамыз. X-тің орнына 1-ді бергенде x тең 1 деп алатын болсақ, 1-дің кубы минус 5 көбейтілген 1-дің квадраты плюс 3 көбейту 1 плюс 1 дегеніміз тең 0 болатын түсінікті жатыр. 3, 1, 1, минус 5. Олай болса, x тең 1 деген осы көпмүшеліктің түбірі болды. Сондықтан берілген көпмүшелігіміз x куб минус 5x квадрат плюс 3x плюс 1 бөліну керек x минус 1-ге. Бөліп тастаймыз x минус 1-ге, x квадраттан береміз. X куб минус x квадрат болады. Азайтып жібереміз. X куб x кубпен жойылады. Минус 5x квадрат минус минус плюс x квадрат болады. Ол дегеніміз минус 4x квадрат болады. Плюс 3x-ті түсіреміз бұл жерге. Енді минус 4x-тен береміз. Сонда минус 4x пен x көбейтіледі. Минус 4x квадрат шығып жату керек. Және плюс 4x болады. Азайтамыз. Бұл екеуі жойылады. 3x-тен 4x-ті азайтқанда минус x болады. Минус x плюс 1. Бұл жерде минус 1-ден берсек, минус x плюс 1, 0. Енді бұнда x квадрат минус 4x минус 1-ді біз көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Квадрат үш мүшелік. Ол үшін біз дискриминантын табыстылайық бұны. D тең 16 v квадрат минус плюс 4 тең 20 болады екен. Сонда бұл көпмүшеліктің түбірлерін табатын болсақ, x 1 2 тең 4 плюс минус түбірасында 20. Түбірасында 20 дегеніміз 2, түбірасында 5. 20-ны 4 көбейту 5 деп, 4-тен түбірден 2-ні шығарып жібердік. Бөлінген 2 болады. Оны 2-ге қысқартсақ, түбірлеріміз 2 плюс түбірасында 5 және 2 минус түбірасында 5 болатыны көрініп тұр бізге. Олай болса, жаңағы жоғарыдағы безу теоремасын пайдалана отырып, берілген көпмүшелік мынандай түрде көбейткіштер жіктелінеді екенбіз. Тең 1 дегенде x минус 1-ге бөлінді және квадрат теңдеудің 2 түбірі мынау. Ол деген сөз x минус 2 минус түбірасында 5 көбейтілген x минус 2 плюс түбірасында 5 түрінде көбейткіштерге жіктелінеді деген сөз. Сонда мынау берілген көпмүшелік
мынандай үш бір мүшеліктің екі мүшеліктің көбейтіндісіне жіктеледі екен. Көп мүшелердің бүтін түбірлерін табуларды көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Бұл жерде бүтін түбір ретінде біз -1 тексеріп көрейік, 24-тің бөлгіші ретінде. -1-ді тексеріп көрсек, мұнда 1, -3, -12, плюс 38, минус 24. 4, минус 2, минус 14, минус 38, плюс 38, тең 0 болады екен. Немесе бұл жерде берілген көп мүшеліктің түбірі x тең 1, x тең минус 1 түбір болды. Минус тең түбір болды. Сондықтан берілген көп мүшелікті біз e под x деп есептесек, түбір болғандықтан e под x қайту керек. Бөліну керек безу теоремасы бойынша x минус 1-ге. Енді біз оны жаңағы бағандап бөлу арқылы x минус 1-ге бөліп, берілген көп мүшелікті көбейткіштерге жіктей аламыз. x4 дәреже плюс 3x куб минус 12x квадрат минус 38x минус 24-ті бөлеміз x минус 1-ге. x кубтан береміз. x4 дәреже минус x кубтан болады. Азайтамыз. 4x куб минус 12x квадрат түсіреміз. Береміз. Плюс 4x квадраттан береміз. 4x куб минус 4x квадрат болады. Азайтамыз. Мұнда минус 8x квадрат болады. Минус 38x-ті түсіреміз. Минус 8x-тен береміз. Минус 8x-тен береміз. Минус 8x квадрат плюс 8x болады. Жерде минус 8x минус 38. Бұл екі жойылады. Минус 46x болады. Минус 24. 46-тан береміз, қалдықпен бөлініп жатыр. Минус емес, біз шатасып істеген екенбіз. Плюс болуға тиісті екенбізде. Түбір минус 1. x минус a дегеніміз, x плюс 1 болу керек. Қайтадан қатемізді түзетіп көрек. Жерде плюс x көп шығады. Мұнда 2x квадрат. 2x квадрат болу керек. Онда біз 2x куб болу керек. 2x квадраттан береміз. 2x квадрат азайтылады. Мұнда да плюс 2x квадрат болады. Жерде минус 14x квадрат. Минус 38. Біз минус 14x-тен береді екенбіз онда. Минус 14x-тен береміз. Сонда минус 14x квадрат минус 14x. Минус 14x. Енді мына жерде минус плюс болады да, мұнда минус 24x. Минус 24. Сонда минус 1-ден береді екенбіз. Олай болса біздің есебіміз нәтижесі x4 дәреже плюс 3x куб минус 12x квадрат минус
38x минус 24 тең x плюс 1 көбейтілген x куб плюс 2x квадрат минус 14x минус 1 деп көбейткіштерге жіктелінетін болды. Әрбір натурал n саны үшін n 5 дәреже минус 5n куб плюс 4n өрнегінің мәні 120-ға қалдықсыз бөлінетінін дәлелдеңдер деген есеп шығарайық. Бұл үшін біз берілген өрнекті көбейткіштерге жіктеуге тиістіміз. Әуелі n 5 дәреже минус 5n куб плюс 4n-нен ортақ көбейткіш n-ді жақшынан сыртына шығарып жіберейік. Сол кезде n 4 дәреже минус 5n квадрат плюс 4 болады. Бұл жерде бет теоремасы бойынша біз n квадрат минус 4 n квадрат минус 1 түріне көбейткіштерге оңай жіктей аламыз. Енді n квадрат минус 4, n квадрат минус 4 бірдерді квадраттардың айырмасының формуласы бойынша жіктесек, біздің есебімізде n минус 2, n минус 1, n плюс 1, n плюс 2 деген 5 көбейткіштің көбейтіндісіне жіктелінеді. Бұл жерде n минус 2-тен n плюс 2-ге дейінгі тізбектілеген натурал сандар. Енді бұл жерде тізбектілеген натурал сандардың бөлінгіш қасиеттерін пайдаланамыз. Бұл бөліну керек. Тізбектілеген 5 натурал санының біреуі 5-ке бөлінеді. Ал тізбектілеген 5 натурал санның ішінде тізбектілеген 2 жұп сан міндетті түрде бар. Тізбектілеген 2 жұп санның біреуі 2-ге, біреуі 4-ке бөлінеді. Сондықтан ол екеуінің көбейтіндісі 8-ге бөлінеді. Сол сияқты кез келген тізбектілеген 3 санның біреуі 3-ке бөлінуге тиіс. Сондықтан тізбектілеген 5 санның ішінде тізбектілеген 3 сан сыйысып тұрғандықтан және бұл көбейтінді 3-ке бөлінеді. Бұл дегеніміз тең düz 20-ға бөлінетін дәлелденіп отыр деген сөз. Төртінші есеп теңдеулер шешіңдер деген есеп екен. Бұл жерде бізде b квадрат теңдеулер беріліп отыр. b квадрат теңдеуді квадрат теңдеуге келтіру арқылы шешетін жақсы білеміз. Ол үшін x квадрат тең y деген алмастыру айнымалы енгіземіз. Сол кезде бұл y квадрат минус 5y плюс 4 тең 0. Бұл жерде минус 5 дегеніміз 1 менен 4-тің қосындысы 5, ал 4 болғанда 1 мен 4-тің көбейтіндісі. Немесе бет теоремасына кері теореманы пайдалана отырып бұл x минус 4 көбейтілген x минус y. y минус 4 көбейтілген y минус 1 тең 0 түріне келетінін таба аламыз. Бұдан y минус 4 тең 0, y минус 1 тең 0 деген сызықтық теңдеулер аламыз. Немесе y тең 4, y тең 1. Бұдан y-тің орнына x квадратты қойып, ары қарай жалғастырамыз. x квадрат тең 4, бұдан x тең плюс минус 2 деген x шешім шығады. Және x квадрат тең 1 деген теңдеуден x тең плюс минус 1 болады. Келесі теңдеуде дәл осы сияқты x квадрат тең y тегін ауыстыру жасаймыз. Сол кезде 3 y квадрат минус 5 y плюс 2 тең 0. Бұл квадрат теңдеуді шешу үшін біз дискриминант табуымыз керек. Дискриминант тең 5-тің квадраты 25, азайтылған
24. 3 пен 2-нің көбейтіндісінен 4 өсленген. Тең 1 болады екен. Сонда y1, 2 тең болады. 5 плюс минус 1 бөлінген 3 көбейтілген 2, 6. Бұдан тең y1 1-ге тең. y2 3-тен 2-ге тең. 3-тен 2-ге тең. Сондықтан бірінші теңдіктен, шешімнен, түбірден x квадрат тең 1 болады. Бұдан x тең плюс минус 1 деген шешімді аламыз. Екіншіден x квадрат тең 3-тен 2 болады. Бұдан x тең плюс минус түбір астында 3-тен 2 деген шешімдерге жетеміз. Бесінші есеп, теңдеуді шешу. Біз бұл теңдеуді тағы да квадрат теңдеуге келтіруге болатын көрінеді. Ол үшін бұлай тепе-тең түрлендірейік. 3x квадрат минус 2x минус 1-дің квадраты минус. Бұл жерде минус таңбаны жақшан сыртына. Минус таңбаны жақшан сыртына шығарып жіберейік. Сол кезде 18x квадрат минус 6x. Бұл жерге минус 6-ны біз ойша қосып берейік. Қайтадан оны азайтып береміз. Азайтып және қосып береміз. Бұлай тең-бетең түрлендіруге болады. Плюс 1 тең 0. Енді ары қарай 3x квадрат минус 2x минус 1-дің квадраты минус мына үшеуінен 6-ның жақшан сыртына шығарсақ. Сонда бұл минус 6 жақшан ішінде 3x квадрат минус 2x минус 1 қалатта. Енді біз жақшан ашып бергендіктен мына жерде плюс 7 бар мұнда. Ол жақша ашылғанда минус 7 болады. Тең 0. Енді біз ортақ 3x квадрат минус x минус 1 бар мұнда екеуінде. Сондықтан біз 3x квадрат минус 2x минус 1 тең y деген айнымалы енгізейік, жаңа айнымалы. Сонда біздің теңдеуіміз y квадрат минус 6x минус 7 тең 0. Вет теоремасына кері теорема бойынша бұл теңдеуіміз y минус 7 y плюс 1 түріне көбейткіштерге жіктелінетін не оңай көз жеткізе аламыз. Бұдан y минус 7 тең 0, y плюс 1 тең 0 түріне келтіреміз. Дебір 0-ға тең болу керек. Біріншіден y тең 7, екіншіден y тең минус 1 деген шешім аламыз. Бұны жаңағы алғашқы ауыстыруға апарып қоямыз y-тің орнына. Сонда біріншіден 3x квадрат минус 2x минус 1 тең 7 немесе 3x квадрат минус 2x минус 8 тең 0 деген квадрат теңдеу шығады. Бұл квадрат теңдеудің дискриминантын тапсақ, дискриминант тең 1 қосу 8 24, 24-ті 4-ке көбейтеміз, 96. 96 тең 97. Жерде түбірлер иррационал түбір шығарып аламыз. 2, 1, 2 тең 1 плюс минус түбір астында 97 бөлінген
6 түрінде шығады. Екіншіде 3х квадрат минус 2 минус 1 тең минус 1 дейміз. Бұдан 3х квадрат минус х тең 0. X жақшаны сыртына шығарсақ 3х минус 1 тең 0. Бұдан x тең 0, x тең 3-тен 1 деген түрлерді ала аламыз. Сонда бізде бұл теңдеудің 2 иррационал, 2 рационал түбірі болатынына көз жеткіздік. Осымен кезек сабағымызды аяқтаймыз.